Жапандағы жалғыз ағаш. Бұл да бір кезде жапырағы жайқалған жасыл дарақ еді. Алыс сапарға шыққан адамдарға күн күйдірсе көлеңке, жауын жауса пана, жел тұрса ық болған. Бір кезде бұл ағаштың бұтағына қонып бұлбұл сайраған, құстар ұя салып балапан қанат қақтырған. Топтанып ұшқан торғайлар жасыл дарақтың жапырағына түскен құрттарды шоқып жеп ырзығын айырған. Сол қайнаған тіршілік базары қазір қайда? Тіршіліктің өзегіне айналған сол ағаш бұл күні меңіреу, мылқау, өлі дүниеге айланып үлгерген. Неге? Иә, бұл жерде ұлы үйлесім заңы бұзылғаны анық. Ол үйлесім Алланың бұйрығынан тұратын табиғат заңдылығы еді. Яғни бұл жаратылыс емес, жаратушы заң еді. Ал жаратушының заңын бұзу түбінде тақсірет тарттырмай қоймайды. Тарих тағылымы осындай. Ақ шүберек байлаған автобустар жолға түсті. Алла тағала өз кітабы Құранда адамдарға екі жол көрсетті. Біріншісі түсуге тиіссің деп Құранда бұйырған жолы, екіншісі оған түсуден тыйған жолы. Әуелгі жолдың баратын ұшы жұмақ, соңғы жолдың ұшы тозақ. Ал мына автобустар қай жолға бет алды екен? Ол жағын біз білмейміз. Бірақ бізге белгілі бір жайт, егер біз Алланың өзі бұйырған жолға түссек қана бақилық бақытқа қол жеткізе алады екенбіз. Басқа жолдың бәрі тозаққа апарып тоғытады. Мына жолаушылардың бет алған жолы ислам жолы емес екенін мынадан аңғаруға болады. Ата жолы, ақ жолда, бұнда тек қана біздің өзіміздің халық қана емес, шетелден де келіп жатыр қазір. Бұл біздің бабаларымыздың қасиетін біліп жатыр. Бұл енді бүткіл дүниежүзілік тарих болады да. Аллах тағала айтады: әлдегім рахманды еске алудан көз жұмса, оған шайтанды ерікті қыламыз да, сонда ол оның жолдасы болады. Күдіксіз шайтандар оларды жолдан тосады. Олар өздерін тура жолға түсірілдік деп ойлайды. Молар алап, өлгендерден тілек тілеп жүрген жандардың бұл сапарлары исламға қарама-қайшы жол. Негізінде қабірге зиярат ету амалы шариғатта бар. Бірақ онда екі мақсатпен ғана баруға болады. Оның біріншісі ақыретте еске түсіру болса, екіншісі мәйіттің күнәсінің кешірілуін Алладан тілеу болып табылады екен. Бұған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қабірлерді зиярат етіңіздер, өйткені қабірді зиярат ету ақыретті естеріңізге салады деген хадисі. Және өзі қабірді зиярат еткенде ассаламу алейкум, уа бұл мазарда жатқан мумин мұсылмандар, Алла қаласа бізде бір күні сіздерге қосыламыз, Аллахтан өзімізге, сіздерге де азаптан құтқаруын сұраймын деп дұға еткен дәлел бола алады. Бұл жерде біз исламда әулиелер Аллау деген ұғым атымен жоқ екенін білуіміз керек. Аналардың тілеу тілеу дейді, бала шағаның тілеуін тілеп келдік, немерелердің тілеуін тілеп келдік. Өсейік, өнейік, мына қазақ халқымыздың жаңағы мәртебесі биікте болып, жаңа жақсылыққа жете берейік. Әрдайым осындай ақ жол ата бабалардың ақ батасын алу үшін келіп, сол үшін келіп осы ақ жол атанып жаңағы осындай аппақ киініп келіп отырмыз. Қабірде жатқан қандай әулие, қандай абзал адам болсын, ол өзінің басына келіп тұрған ешкімнің де дұға тілегін ести алмайтынын әркім біле бермейді. Аллах тағала айтады: қабірлердегі біреулерге сен сөз естірте алмайсың. Рас, сен өліктерге естірте алмайсың. Сондай-ақ бет бұрып кетіп бара жатқан саңырауларға да дауыс естірте алмайсың. Соқырды да адасқан жағынан тура жолға сала алмайсың. Аяттарымызға иман келтіріп, өздері бой ұсынған кісілерге ғана естірте аласың. Қарахан бабамыздың рухына табынып отырық. Әулиелі жерге адам өзінің арманын, тілегін айтып келеді. Қарахан бабамыздың басына ең біріншіден өзімнің семьямның ынтымағын, бала шағамның амандығын, туған туысқандарымның, бауырларымның амандығын, әрқашанда солардың дастарханның берекелі болуын, және де шетте жүрген балапанымның шаңырағыма аман есен оралуын тілеп келіп отырмын. Бұл біздің бір келгеніміз емес. Жылына семьялы болғалы жылына бір рет келіп тұрамыз. Біз 5 уақыт намазда Аллах Тағалаға саған ғана құлшылық қыламыз, әрі сенен ғана жәрдем сұраймыз деп Фатиха сүресін оқып, күн сайын кемінде 40 рет уәде береді екенбіз. Сөйте тұра әулиелерден медет, қолдау, қорғау сұрасақ жөнге сияма? Аллах Тағала айтады:
Олардың Алладан басқаға жалбарланғандары еш нәрсені жарата алмайды. Олар өздері жаратылғандар, олар өлі, тірі емес, сондай-ақ қашан тірілетіндерін білмейді. Олардан күнәсінің кешірілуін сұра деп дұға ететіндер бар. Мұның Аллах алдында кешірілмейтін күнә ширкке жататын бейхабар жандар көп. Аллах Тағала айтады: оларға айт, сендерді бар бейнеттен Аллах құтқарады, сонда да сендер серік қосасыңдар. Алламен бірге басқа тәңір шақырма, онда сен де азапқа ұшыраушылардан боласың. Бұл дәлелдер қабірде жатқан әулие әмбиелерге сыйынуға, табынуға, бірдеңе сұрауға болмайтын көрсетеді. Ал енді ақ шүберек байлаған автобус мініп, қабір аралайтын ақ жолдықтардың, ата жолдықтардың, аққулар мен сұңқарлардың қалай зиярат ететіндерін көрейік. Жанатта болсын деп Алладан бірінші үйлесін істемесін. Болды ма? Жауап болдық па? Ал, отырайық. Өткен барша пайғамбарлар мен сахабалардың, әулие әмбиелеріміздің, періштелеріміздің және соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам әруағына бағыштадық. Сайрамдағы сансыз баптардың, Түркістандағы Түркістан бабаларымыздың, Лашын баб, Қарға баб, Шерімбет әздер, Құрбан ата, Өзбек әл, Жәнібек бабаларымыздың әруақтарына бағыштадық. Ата жолды бастап қуаттап жүрген Тіктібай атамыз, Сарыбай атамыз, Сүйінбай атамыз, Жамбыл атамыз, Қайназар бабаларымыздың, піріміз болып жүрген Байдыбек, Ағынтай, Қарасай, Албан, Суан, Дулат, Жарықшақ, Жаныс, Айша биби анамыздың әруағына бағыштадық. Сейілхан анамыздың, Қарашаш анамыздың, Зеріп анамыздың, Домалақ анамыздың, Гаухар анамыздың, Жұпар анамыздың, Мариям анамыздың, Айғаным аналарымыздың әруақтарына бағыштадық. Зияратшылардың бұл көріністегі амалдарының бәрі шариғатта жоқ шатасулар. Бұлар кешірілмейтін ширк күнәсін жасап, Алланың рахымынан құр қалуда. Мұның бәрі ислам тыйым салған амалдар еді. Бұл пұтқа табынған буддистердің іс-әрекетінен ешқандай айырмашылық жоқ адасушылық. Қабір басындағы құрылыстарға табынып жүрген қандастарымызға бұдан басқа не деуге болады? Бұлар білімсіздік пен надандықтың шарықтау шегіне жеткені сондай, керек жарақтарын тілейміз деп, осы қабірдің басына ұйымдасқан түрде сапар шегуді шығарып алды. Біз аруақтан сұраймыз. Аруақ періштеден сұрайды. Періште Алладан сұрайды. Сонда барады Алла Тағала осында жаңағы жамағатын, яғмаса осында пеннің шын көңілімен ниет қылып жатыр. Тілейтін қабілет деген сияқты тілек тілейді. Көңіл бөліңдер. Дін нағыз Аллаға тән. Сондай Алладан өзгені дос тұтқандар, біз бұларға Аллаға жақындастырсын деп қана табынамыз дейді. Азғындарға тозақ көрсетіледі. Оларға табынатындарың қайда делінеді. Алладан өзгелер сендерге жәрдем ете ме, яки өздеріне жәрдем ете ала ма? Табынылғандар да, азғындар да тозаққа ет бетінен құлатылады. Бұлардың әулие әруағынан сұрап жатқандар бір ғана Алладан тілеуге тиісті болған тілектер емес пе еді? Алла тұрғанда әулие әруаққа жалбарынғанымызға жол болсын. Абай атамыз айтқандай, жаратушы тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың? Аллах Тағала айтады: Алладан өзге қияметке дейін өзіне жауап бере алмайтын біреуге табынғаннан залым кім бар? Әрине, табынғандары олардың жалбарынуларынан хабарсыз. Бұдан шығатын қорытынды, қабірдегілер өздерінен тілеген тілектерді естімейді де, орындай да алмайды. Бәрін естуші, білуші, жарылқаушы жалғыз Алла ғана. Ол айтады: Мұхаммед, егер құлдарым сенен мен туралы сұраса, өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін. Ендеше олар да әмірімді қабыл етсін, және маған сенсін. Әрине, тура жол тапқан болар еді. Деп анық айтады. Олай болса, өте жақын Алла Тағаладан тілемей, айшылық, күншілік жол жүріп, айдаладағы әулие аруақтардан тілек тілегеніміз қалай? Жол болмай жүргендердің де жолы ашылып жатыр. Ал енді кейбіреудің жолы ашылып, жоғары жаққа көтерілдім, қызметкер болдым деп, келіп те осы жерден тағы батасын алып, тілек тілеген кісілерді, үлкен кісілерді көрдік. Сондықтан бұл жерде біз сол көріп тұрғаннан кейін ойлаймыз, қасиетті жер деп. Келген себебіміз әулие жерден Қарахан бабадан аруағынан
қолдасын деп сол мақсатпен келдік. Барлық жақсылық тіледім, бақытты болуды ең бастысы. Қабірдегілер тірілердің сөзін естімесе, жауап беруге шамасы келмесе, онда олар өзіне сиынушылардың мұң-мұқтажын қалай шешіп бермек? Алла тыйым салған болса, әруақ адамдарды желеп жебейтін күш-қуатын қайдан алып, оны тірілер үшін қалай пайдаланбақ? Көрмеді деме әруақ, көріп тұрған жайым бар. Тегім өкетейін, елжіреген жүрегін, ананады шыршыр етіп тұрғанын көріп тұрған жайым бар. Шырылдамас боларсың, жүректе көрейді, салып бір мен тастаймын. Қаназарда ятанын, қайсарлығым бойына құйып бір мен кетейін. Тегім өкетейін, бата тіле отырған ниетінен айналдым. Бата менен өзіңді балау алам тегім. Бата менен елгі көрер, жауын менен жергі көрер. Бата менен өзіңді көгертіп бір мен алайын. Тегім өкетейін, өмірден де өзінде өксіп бір өткенін көріп тұрмын тылсынан. Өмір жасын сенің әлі де ұзақ болып тұрғанын айтып бір мен кетейін. Ақ жіпті өзіне, әлі сиғылып өзіне ақ жол қылып тартамын. Қиналмас бір боларсың, тек тұрмас ата болып келгенде бойындағы ақ жынында сылып бір мен тастайын. Тектілік қасиет, бойтұмар қылып тағайын. Қиналған бір кезінде көрмеді деме әруақ, көріп тұрған тылсымнан. Мен әруақ сенпенді, ортамызда бір перде, жеті қабат жер астынан тіл қатып бір келгенде өзіне берер сыйым бар. Жеті күннің ішінде қиналмас бір боларсың. Құдай Алладан тілеген тілегін қабыл болып жатқанын айтып бір мен кетейін. Алдымен осы әруақ сөзінің мағынасын ашып алайық. Әруақ араб сөзі түбірі рух, яғни жан деген мағынаны білдіреді. Жанның жеке түрі рух, ал көпше түрі әруақ деп аталады. Сонда әруақ қазақшаға жандар болып аударылады. Демек, әруақ деген сөзіміздің өзінде бір шикілік бар екені осыдан ақ көрініп тұр. Амал нешік? Біздің қазақ халқының бір бөлігі әруаққа сыйынып, молаларға табынуын әлі де қояр емес. Арыстан бабқа түне, Қожа Ахметтен тіле деген қағиданың бүгінге дейін өз күшінде қалуы діни сауатымыздың төмендігін көрсетеді. Қазіргі таңда елімізде қабірден қабір қоймай аралап, әулие әмбиелерге мінәжат қылып, медет тілеушілердің дәуірі жүріп ақ тұр. Бақытсыздыққа ұшыраушылардың барар жері басар тауы әулиенің басы, бейіттің тасы екені өкінішті ақ. Олар өлген адамдардан өзіне керегін, мәселен ұлсыздар ұл, қызсыздар қыз, біреулер жолының ашылуын, біреулер дертіне шипа тілейді. Жаратқан Аллаға емес, жаратылғанға жалбарынады. Сөйтіп тірілер өлгенге емес, өлілер тірілерге мұқтаж екенін ұмыта береді. Алладан бір перзент сұрап келдім. Мені рахым түсіріп бір перзентке зарлап отыр. Олай бір перзент берсең деп сұрап келдім. Ешбір ұрғашы Алланың білімінен тыс жүкті болмайды да тумайды. Алланың кітабында жазылған өмір ұзартылмайды да қысқартылмайды. Әрине бұл Аллаға оңай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қабір аралағыш әйелдерге, қабірлерді мешіт қылып алғандарға және қабірді күн көру көзіне айландырғандарға лағнет айтқаны Абдулла ибн Аббастан келген хадистен белгілі. Сөйте тұра олардың мұндай әрекеттерге баруына қандай себеп болды екен? Соның мен үйімді ордағы ашты. Жаңа жерде адам таксисін Түркістанға, мен оның бәріне шынында сендім. Содан мен қорқып, жарайды деп бір рет Түркістанға барып келгенде қаншама ақша былай түскенін есептедім. Өзімде көзім ашық, оқыған, өзім қазір оқуым, студентпін, күйеуімде үлкен қызметкер болып істейді. Бұл жолды қарап тұрсақ, мен сразу түсіндім, қойымна жолдан болмайды. Содан олар маған айта бастапты, неше сөзбе болды, өледі бұл, операцияға түседі бұл деп сөйтті. Операцияға, конечно, өледі дегеннен кейін мен шошынып операцияға түстім жаңа жерде. Содан операцияның ештеңе жоқ, қанша жыл өтті, жақсы болдым. Құдайға тәуба, бала шағамның ортасында күліп ойнап жүрмін. Алланың жолы емес бұл. Бұл өзінің
адамды шатастыру жолы болды да болған. Біз үйден 5 адам барып келдік жаңа Түркістанға. Сонда қаншама ақшалар түсті жаңағы қолдарына, оның барын жолдан қаншама қой сойылды, қаншама бензин құйылды, оның барын есептедік. Менің жолдасым барып есептеп келді. Бір қаншама ақша түсті ана жерде. Сол ақшаның бәрі қайда кетіп жатыр? Енді олардың өздері біледі, бірақ мен оның бәрін есептеп жолға салып қойдым ол ақшалар қайда кеткендерін. Бірақ ол бәрі адамның алдап жеген ақшасы, бұның бәрі бір ортаға түсіп жатыр. Шайтандар кімге түседі? Сендерге хабар берейін бе? Олар әрбір өтірікші күнәһарға түседі. Олар шайтандарға құлақ салады, олардың көбі өтірікші. Әулие аралайтын ханымдар бар, басқа да ер кісілер бар, әйтеуір көбінше жаңа ханымдар келіп, жаңа суреттерден көрдіңіздер, мысалы үшін мыналардың барлығы әулие аралап келе жатып, түскен суреттер біреуінің үстінде бірде-бір лыпасы жоқ. Бұл суреттерді оның үстінде үлкен кісі емес, үлкен кісілерді балалар түсірген, өздерінің балалары. Ішінде ешқандай несі жоқ. Бірде-бір іш киімі жоқ, несі жоқ. Суға шомылып жатқан кісілер. Ал енді бұлардың ең сұмдық нәрсесі, бұл жаңағы қолдан жасаған әулиелік. Қолдан жасаған дейтініміз, менде бір-екі жайттар болды. Осы мына пленканы әулие жерлерді түсіріп келеді да, мына пленкадан мен кадрларды құртып жіберуімді талап етеді. Оны біз кейін түсініп жатырмыз. Ол не үшін ол сөйтсек жаңағы мына пленкадағы түсірілген кадрлар уже түсіретін кезде бұл жерде түсіруге болмайды. Пленка күйіп кетеді деп қасындағы кісілерге түсінік береді екен. Содан енді түсіріліп келген пленка мысалы үшін енді күйген жоқ қой, бәрі аман есен сол қалпында шықты. Шыққаннан кейін енді ол кісіге дәлел болу үшін мына пленканы қайткен күнде де сол кадрды өшіру керек. Сонда ол кісі дем арасында әулие болып шыға келеді. Жалпы алғанда дініміз ислам сәуегейліктің ешбір түрін қолдамайды. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер біреу көріп кел, немесе балшыға барып оның болжағанына иланатын болса, онда ол Мұхаммедке түсірілген нәрсеге күпірлік еткен болады деген екен. Бақсы балгерлерге барып сәуегейліктеріне сену, оларға құлшылық ету болып табылады. Яғни бұл да Аллаға серік қосу. Бір қауіптісі, көптеген бақсылармен көріпкелдер исламның атын жамылып жұмыс жүргізеді. Оларға дініміздің түбегейлі қарсы екенін елдің бәрі түсіне бермейді. Көріпкелдігі бар болса, бәрін айтып отырады. Сен қай жылы қандай оқиға болды, сенде үйіңде қандай нелер бар, қандай жағдайлар болды, арақты қашан іштің, қашан тастадың, соның бәрін айтады. Ата-бабалармен, өзіңіздің ата-бабаларыңызбен сөйлестіреді ғой сонда негізі. Әр аталардың басына келіп, әр кісіне, әр ата батасын береді өздеріне. Қалай береді сонда ол кісілер? Енді мынау көріпкелдері бар ғой ішінде, солар арқылы сөйлеседі, ана аталардың аруақтарымен. Сол кісілер арқылы сөйлеседі ме сізбен? Сол кісілер арқылы ата-бабалармен сөйлесіп, сол кісілердің айтқан нелерін барлығын ана көріпкел кісілер айтып беріп отырады. Майсыз мынау қазанда қуырып атқан жайым бір, айтып мен бір кетейін, тек тұрмас болып келгенде, қаншама мынау өзіңнің сынағың тұрған алдыңда, қайназарда атаңда қысып мынау шекеден, белгісі мынау бері бір жатқанда, қабыл ал деп өзіңе төгіп өтсем ақбата, ұрпақтың баласы, ата жолы, бақ жолы, қазағымның еліне қол бақ болып мынау қонып жатқанда, қаншама мынау әруағың тысымнан үн қатып мынау жатқанда, шалыспаспай өзіңде қадамыңды нақтап бас. Көместің кілттері оның Алланың жәнінде. Оны ол өзі ғана біледі делінген қасиетті Құранда. Ал мына елдің бәрі сол сәуегейлердің жетегінде жүр. Құдайдың емес құлқынның құлы болып кеткен бақсы балгерлер аздаған пайда үшін адамдарды тура жолдан тайдырады. Олардың басқарушылары әруақ атын жамылған жын шайтандар. Ақжолдық әулие аралағыштардың шайтан жындармен байланысқа түсетіндерін аққу сұңқарлар деп атайды. Аллаға шүкір, бүгін жақсы болып ұйықтап, 3 күн шомылмайсыздар. Ем жүреді 3 күн. Бойларыңызға ем жүреді. Алла қаласа әлі жақсы боламыз бәріміз. Аталар жүреккен ей сізге жауап береміз соны. Аталардың айтқан аманатын, егер біз оны жеткізбесек, аманаттағы арқалаған өте қиын болады. Керуен жүк арқалағанмен бір болады дейді ғой. Аманатты жеткізу біздіңкі парыз. Аталар бізге жүрекке енген кезімізде
өзімізді жаңағы Сүйінбайды, Арыстан бабаты, бабаларымыз, тағы да Тектұрмас аталар, сол сияқты бабаларымыз жүрекке енген кезінде біз өзімізге ем жүреді, сіздерге ем жүргізеді. Батаменен ел көгірер, жауменен жер көгірер дейді. Батаменен сіздерге көгертіп, жақсылық келеді. Аталар сіздерге жеткізе алмайды. Жаңағы енді алдағы қателіктер жасамасын деп сіздерге бізді себеп шығып жіберіп отыр. Қазір адамдарды Алланың мейірімінен алыстатып, ашуына ұшыратып, бұл дүниедегі әулиелерге кеткен материалдық шығынын былай қойғанда, ақыретте де тозаққа тасталуына себепкер болатын ауыр күнәлар жасатып жатқан осындай ордалар жер-жерлерде бой көрсетуде. Үйде қалған бір танам бар еді, соны апарып 15 мыңға саттым, жол пулы бәрі 15 мыңнан алып келесіңдер деді. Сол жалғыз танам қалса да сол шындық ақиқат жолын іздеп, соны саттымдағы жаңағы топқа бардым. Топқа барып, солармен бірге Түркістанға бардық. Сол жерде әр аталар сөйлеп, сол жаңағы шырақ жақып, сондай аталардың сөзін алып беріп жатты. Сонда бір неткенім, о жердегі Алла жолы деп нағылса, олардың ешқайсының ішінде ешкім намаз оқып жатпады. Ертеден кешке дейін жол жүрдік, 3 тәулік жүрдік, әр жақты аралап, сонда ешқайсы жаңағыдай намазға жығылып, намаз оқып жатпады. Сол мені таңғалдырып отырды да, сұрақ қойып айтқанымда көп нәрсені сұрапқа айтуға болмайды, ондай сұрақтарымды қоймаңдар деп бізге сондай нетіп отырды. Сол кезден бастап, сол түннен бастап десем болады, сол мен ана әруақпын, мен мына әруақпын деп, Айша бибі анаңмын деп келіп айғайлап түн ортасында сондай мен қинап жатты. Оның әрқайсысын солардың сөзін тыңдарым жоқ, әлде басқа нелерімді білмей, жаңа ордаға қайтайланып барып айтып совет сұрадым да, ақыл сұрап, бұл қалай мұндай болып жатыр. Сен осылай сөйлеуің керек, сен әруақтың сөзін алуың керек деп, жаңағы ол кісі одан арма мені жұлып, сен нелеріңді кетірем деп. Солай неғып жатты. Содан сол шырақтарға, әр кезде шырақтарға сәрсенбі күндері барып жүрдік. Мен тағы да Түркістанға баруым керек болып жатты. Сөйтіп, тағы да бардым. Барып, ол жаққа барғанда сен сөйлеуің керек, топ алып жүруің керек деп солай. Әр ата солай сөйлеп жатты. Содан солай әр бейіттің басына барып сөйтіп жүрдік. Одан түстерімде жаңадай мені қинап, тұншықтырып, лақтырып жіберіп, сөйтіп сондай нәрселер болып жатты. Содан жаңағы жолдасымды айтты, сен бұдан жақсы болмақ түгіл, бұрынғыдан нашар болып кеттің. Қазір түн ортасында тұрып айғайлайсың, үйден шығасың, жылайсың, айтқанымды орындамайсың дейсің, сені бұдан арман жаман болып кеттің. Қой бұл жолды десе де тыңдамадым. Содан бастап әйтеуір күннен күнге жаңағы әруақ болып көріне бастады. Көрінгенде толық бейнесі көрінбейді, сондай сурет бейнесі кеп көрінеді. Солай мен арыстанбаппын, мен Қожа Ахмет Яссауимын деп жаңағыдай келіп, сен осындай қыл, сен тауға бар, сен тутық, сондай нәрселерді. Содан сөйтіп жүрдік, сол не айтса соның айтқанын орындап. Соны отбасымда берекетім қашып кетті. 3 балам бар еді, 3 баламның үшеуі де жылайды жаңағы. Мама, сізге не болды? Сіз өзіңіз отырып сөйлей бересіз дейді. А мен байқалмай қалам. Үйде отырып сөйлегенімді білмей қалам да. Кейіннен көршілердің бәрі солай не қылды да, сізге не болды? Сізге кіреміз, кірсек сіз өзіңіз сөйлеп отырасыз. Қорқып кетеміз, жаныңызда ешкім жоқ, шығып кетеміз деп жаңағы көршілер де келіп солай нетіп жатты. Бірақ өзім сезінбедім. Сонышы сөйлеп кеткенімді, сөйтіп кеткенім, сөйте сол топ алып жүріп кеттім. Топта алып жүріп, жаңағыларша сол сөйлеп кеттім. Сөйлегенде осы дене қалпым бәрі, өзім қимылым бәрін біліп тұрам, сезіп тұрам, бірақ не айтып жатқанымды білмеймін. Біткеннен кейін сол сөздердің мағынасын түсінбеймін, не айтылды. Бірақ мұн жақтан бір дауыс келіп тұратын сияқты да. Жаңа мен дене құп өзім емес, қимылас әрекет бір не сияқты да, беріп тұрған сияқты бір нәрсе келіп мына жақтан сөйлеп тұрады. Сол тоқталмай сөйленеді, оның мағынасын өзім түсінбеймін. Солай болып жатты. Сол адасқан жолмен көп адастық. Тауға да бардық, тасқа да бардық. Сол не істедей соның бәрін істеп жүрдік. Сол жердегі көрмеген қорлығымыз жоқ. Жаңағы
мына жерден аттап кеттің, енді сен соны тастап кеттің, не Айша бибінің ананың басына қонбай кеттің деп, жолда сендерді қинаймыз деп, сол әбден сол қиналыстың бәрін көрдік, қиыншылықтың бәрін көрдім. Солай әбден адасып, үйдегілерді ұмыттым, бала шағамды ұмыттым, күйеуімді де ұмыттым, 3 баламды да, ол кезде балам 1-ші классқа енді барайын деп жатқан кішкентай ұлым болған, оны да ұмыттым. Не керек, сол тау тасты аралай мен жүрдім. Шын мәнінде иман келтіріп, Раббыларына тәуекел еткендерге шайтанның үстемдігі болмайды. Шынында оның үстемдігі оны дос тұтып, Аллаға серік қосушыларға ғана жүреді. Ең өкініштісі, осыншама исламға қарама қайшы, тіпті надандық деп атауға болатын іс-әрекеттерін Алланың атымен, мұсылмандықпен байланыстыра көрсеткісі келетіндері. Бірақ атының өзі айтып тұрғандай, бұл жол біздің дінімізден де, сол дінді берік ұстаған аталарымыздың да жолынан бөлек жол. Бұл ислами білімі әлі тым аз, елді алдап, арбап ақшасын алып, өзін сандалтып, Аллаға қарсы шығарып жүрген шайтанның жолы. Олар қашан бір арсыздық істесе, аталарымыз осылай істеген. Мұны бізге Алла бұйырды деді. Мұхаммед Алла арсыздыққа бұйырмайды де. Адамдарды тура жолдан адастырып, оларды әулие әмбиелерге табындырып, молаларды аралатып жүргендер де сондай тәуіпсімақтар екенін даусыз. Оларды өздері де адасқанымен қоймай, өздеріне сенген елді де ең кешірілмес күнәға қарай сүйрейді. Бұл өте ауыр екен, бұл өте қиын жол екен. Бұған түсіп кетсеңіздер, одан құтылу өте қиын екен. Тек қана Құранмен ғана тазарып құтылдым. Бірақ Аллаға 1000 мәрте шүкір етем. Мені кеше ме, Алла кешірмей ме білмеймін. Мен 5 мезгіл намазда Алладан тек ең бірінші осы қателесіп істеген күнәмді, білмей істеген күнәмді кешір Алла деп, күніне міне бүгінгі күнге шейін Алладан кешірім сұрап жатырмын. Енді Алла тағала кешірілмес күнә жасағанымды білдім, бірақ мен бұны білмей жасадым, білмей. Тек бұл жолда ақиқатты іздеп, шындықты іздеймін деп, осы жолдан түсіп, сондай неге душар болғанымды кейін ғана сездім. Күмбез, құлпытас орнату, Аллаға емес әруаққа бағыштап мал сою, әулиенің қабіріне зиярат ету мақсатымен сапар шегу Алла тағала сүймейтін іс, күпірлік, ысырап қорлық. Алла тағала айтады, ысырап қылмаңдар, шынында ысырап қорлар шайтанның туысы, ал шайтан Раббыңа өте қарсы. Қабірлердің құрылысына қанша қаражат кететініне ой жүгіртіп көрелік. Мына зират ғимараттарына кем дегенде $50,000, ал мынаған одан да көп қаражат жұмсалғаны анық. Осы құрылыстар қабірде жатқан мәйітке қажет емес еді ғой. Қайта өз топырағынан өзге титтейді түйір зат оның астында жатқан адам мәйітіне ауырлық келтіріп, оның жанын азапқа салатын жөнінде хабар бар. Ендеше біздің әруаққа жанымыз ашыған болса, оның рухына азар бермес едік ау. Қабірлер салуға кеткен қаржы тірі адамдарға қаншалықты қажет екенін мына үйлерді мекендейтін тұрғындардың тұрмыстарына қарап түсінуге болатын секілді. Аса жоғары Аллах тағала айтады: біз бөлген несібені олар білместікпен жұмсайды. Құдай ақы деп айтайық, сендер өздерің ойлап тапқан нәрселерің үшін сөз жоқ, жауапқа тартыласыңдар. Ислам қабір басына құрылыс салуға қарсы дін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қабірді сырлауға, үстіне отыруға, топырағын биік етіп көтеруге және оған бір нәрсе жазуға тыйым салғанын жөнінде хабар бізге көп жеткен. Ғалымдар былай деген: қабірді биіктетудің үкіміне қабір үстіне соғылған күмбездер, кесенелер, жалаң қабырғалар, мешіттер және басқа сол сияқты құрылыстар кіреді. Мұндай әрекеттерге барғандарға пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам лағнеті болатыны хадистерден белгілі. Аллах Тағала Құран кәрімнің Зарият сүресінің 56 аятында: мен жындар мен адамдарды өзіме құлшылық қылулары үшін ғана жараттым дейді. Яғни Алла Тағала құлшылық қылуға лайықты жалғыз құдірет. Ендеше жаратушыдан басқа ешкімге құлшылық жасауға болмайды. Құлшылық дегенімізге кез келген тілек тілеудің барлық түрі кіреді. Алла Тағаланың өзіне ортақ қосып, өзімен бірге өзгеден де дұға тілеп, құрбан шалып, құлшылық еткендерінің күнәсін кешірмейтіні мына Құран аяттарынан белгілі. Негізінен Алла өзіне ортақ қосуды жарылқамайды.
одан басқа кімді қаласа жарылқайды. Ал және кім Аллаға ортақ қосса, расында өте ұзаққа адасты. Оларға айт, Алладан өзге сендерге пайда, зиян келтіре алмайтындарға құлшылық қыласыңдар ма? Негізінде Алла әр нәрсені естуші, білуші. Сендер ешбір дәлел түсірілмеген нәрсені Аллаға ортақ қосудан қорықпайсыңдар. Өкінішке орай, аса қамқор Алланың ашық ескертулеріне қарамастан, қазақ халқының бір бөлігі өздері қолдан жасаған құдайларына құлшылық жасайды. Өйткені олар қарғыс атқан ібілістің азғыруына ілеседі. Шайтан адамдардың жүрегіне кіріп азғырып, өмірден өтіп кеткен өнегелі адамдардың артына ілім қалдырған ізгі ниетті жандарды қастерлеп, есте қалдыру сылтауымен олардың мүсінін жасау туралы ой салады. Қазіргі таңда қол бастаған көсемдерге, сөз бастаған шешендерге арнап тұрғызылған зәулім кесене мен ескерткіш мүсіндерге табынуда көрініс беріп қалып жүр. Тіпті қарапайым адамдар арасында да жақын жуықтарының қабіріне мәрмәр қалап, тас бейне орнатып, суретін іліп, оған келіп өздері тәжім етуі де дәстүрге айналып келе жатқандай. Ондай қадірлі жандардан естелікке тасқа басылған түр-түсі емес, үлгі аларлық ісі қалса жөн болмас па? Құлшылықта Аллаға серік қоспау туралы Құранда қайта-қайта ескертілген. Рас, мен Алламын, менен басқа тәңір жоқ, сондықтан маған ғана құлшылық қыл, сондай-ақ мені еске алу үшін намазды толық орында. Алайда көп адамдар Алла тағаланың бұйрығын орындауға асығар емес. Біздің бауырларымыз айналасындағы әлденені Аллаға теңдес етуге бейім. Енді кіші ширк жөнінде сөз қозғалық. Негізінен біздің халқымыздың біраз бөлігі ырымшыл екені рас. Бірақ ырымды сынайтын қандастарымыз да бар. Оған қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деген қанатты сөз дәлел болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ырым Аллаға серік қосу, одан аманмын деп ешкім айта алмайды. Осыны Аллаға тәуекел ету арқылы ғана жеңуге болады деген. Сондықтан алдыңды кесіп өткен қара мысықтан немесе күннің сейсенбі екенінен қауіптеніп жолдан қалу өзіңді қорлау ғана. Шын мұсылман Аллаға тәуекел етіп, табиғаттың қандай құбылысына тап келсе де жамандыққа жорымайтын болған. Алланың елшісінен саллаллаху алейхи уассалам біреу ырым туралы сұрады. Сонда ол, не нәрсені де жақсылыққа жору қайырлы болады деді. Денсаулыққа жақсы ғой. Это на здоровье тоже помогает. Көзмоншақ. Здесь потому что Куран написано. Денең жеңіліп қалады. Куран написано здесь вот. И легче станешь от него. Это... Вы какой религии исповедуете? Я мусульманская. Кто по нации? Я дунганка. А честно говоря, у меня тоже есть арха. Я тоже детей читаю. Ага. Только когда не умею, приходим, а па нам скажет, что это правильно выходит. Ты не сглазит. Не сглазит. Ну, обычно так говорят, что это охраняет от глаза, от порчи. Сейчас в этом жизни всякое случается. Всякие есть люди. И хорошие, и плохие, так что мы верим этому. Вот благодаря им они нам привозят, вот покупаем все. Өзім қорғайды. Қорғайды. Мынау қызылдар қорғайды. Мынау қызыл қорғайды. Мынау қорғайды ғой, Бұда қорғайды. Қамшы қорғайды. Алла Тағала қорғай ма? Алла Тағала қорғайды. Мыналар не қорғайды? Бұларды қорғайды да көз тигізбейді. Алла Тағала басқаша қорғап, бұл да өзінше басқа қорғайды. Басқа мұнда қасиеті бар. Біздің кейбір отандастарымыз баланы тіл көзден қорғайды деп көзмоншақ тағады. Бесікке бәле жоламасын деп қыранның тұяғын, қасқырдың тісін, үкінің қауырсынын, ұры-қарыдан қорғайды деп қойдың кәріжілігін, жастықтың астына пышақ жастайды. Бұлар тірісінде өздерін қорғай алмай, қолға түсіп соры қойнаған мақұлықтар еді. Өлген соң оның жансыз мүшесі кімге неден пана болмақшы? Адыраспан сабағын, аттың тағасын қасиетті тұтып, босағаға байлап қоятындар да бар. Бұл да Алланың кешірмейтін күнәсі. Өйткені бұл жерде жақсылықтың да, жамандықтың да Алладан келетіні ұмытылып тұр. Автокөліктердің артына байланған қызыл шүпіректер де сол білімсіздіктің бір көрінісі. Сондай-ақ тұмар тағу да серік қосу күнәсіне ұрындырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімдегім әлденені мойнына байлап алған болса, оның сыйынары да сол болып қалады. Мына тұрған үй тұмар дейді, үйге қойылған тұмар. Мұнаның ішінде тұрғандар адыраспандар көзсізден сақтасын деген. Мына да
Жанжар, бұл жанжар үйде береке болсын деген. Бұл перес бұл қызыл, е? Бұл қызыл пересі, қыздар. Тіл көзден сақса. Мыналар, в общем, береке әкеледі, жаңағыдай жақсы тұмардың біреуі. Көптеген ислам ғалымдары тұмар тағуға үзілді кесілді қарсы шыққан. Өйткені бұл Құран мен сүннетте жоқ құбылыс. Атақты табиғилердің бірі Саид кімдегім бір адамның тұмарын шешіп тастауға себепкер болса, ол бір құлды азат еткендей сауап табады деп айтқан. Діннен хабарсыз халық құлшылық жасап, сыйынатын нәрсені өзінің айналасынан көзге көрініп тұратын жерден іздейді. Өзгелерден әлде бір ерекшелігі бар адамдарды әулие тұтады, киесі бар деп ұғады. Алайда көп пенделер әулие сөзін бір ғана адамға бағыштап айтуға болмайтын, ол уәли сөзінің көпше түрі екенін білмейді. Уәли Алланың досы деген сөз, ал әулие Алланың достары деген көпше түрдегі ұғым. Ендеше бір адамды Алланың достары деп айтуға бола ма? Өкінішке орай мұндай жағдай жиі кездеседі. Мәселен, халқымыз ерекше жағдайда өскен талдараққа әулие ағаш деп ат қойып алады. Сөйтіп оған құлшылық қылады. Бұл жерде ағашты Алланың достарына балап тұрмыз. Ал оған қандай дәлел бар? Байқасақ, бұл жерлерде әулие сөзі бұрмаланып, бастапқы қалпындағы мағынасынан айырылып қалған. Яғни, әулие Алланың достары емес, киелі қасиетті, құдіретті деген ұғымға жуықтап кеткен. Кейбір отандастарымыз мұндай ағаштарға ақшүберек байлап, басқа өсімдіктерден даралап әлпештейді. Ақшүберек байлау бұл ағаш киелі деген ұғымды білдірсе, екінші жағынан бұл әулие ағашқа құлшылық етуге көпшілікті шақыру жарнамасы болып табылады. Ағашқа дәл осылай құрметпен қарау ширк күнәсіне жатады. Мұсылман үшін әркез есінде жүретін бір мәселе. Исламда тілек тілеу, дұға ету, ғибадатқа, құлшылыққа жатады. Егер тілек тілеуші Алладан тілеп отырып, мына зат, мысалы ағаш, бұлақ, әулие, әруақ, бейіт, жанды жансыз нәрсе тілегімді Аллаға жеткізеді деп ойласа, онда оның мұнысы Алламен бірге сол затқа құлшылық еткен болып табылады. Себебі бұл Алланың бәріне құдіреті жетуші, бәрін білуші, естуші, ұлылық сипатына шәк келтіру және теңдесі жоқ ұлы Аллаға серік қосқан болады. Исламды толық ұстанатын кезіміз келіп жетті. Өйткені исламнан басқа дінді қабыл етпейтіні туралы Алла Тағаланың уәдесі бар. Ендеше жалған сенімге жабысып, Алланың ашу қаһарына ұшырап қалмайық. Алланың рахметіне, ризалығына жеткізетін ислам дінін өзі бұйырғандай етіп ұстана білейік. Өйткені исламның таза кәусар бұлағынан сусындап, нәр алмайтын болсақ, біздің рухани жұтаңдыққа ұшырайтынымыз анық. Алла бұйрығын бұзсақ, мына әулие ағаштың кебін киіп, біздің де тамырымыз үзіліп, тандырымыз кеуіп кетуі әбден мүмкін.